Жөнің жоқ еді алаңда, мөп-мөлдір таза махаббат берді. Бұлға бұлғаны адамдар. Ар намыс берді, арпалыс берді талауда талай қалғанмын. Жеңдіріп мұңға арқа күштерді жағасын алдық жалғанның. Жүзі мақтаса, мұңы тілдей, тағдырдан кінә көрмесен, күдік сейілер, үміт өлмейді, өлімнен бұрын өлмесен. Қара басымды қаңтарып бет, махаббатыма сеніп ем. Көп достар менен жалтарып кетті, жалғыздық қалды менімен. Шуақ түспейді көңілге кектен, ит қана туған өмірге. Ақың жоқ сенің өмірде кеткен, ақың бар сүрінге. Жаныңмен сүйші жұмыр қаламды, кім үшін, бірақ кім үшін? Естейді Құдай сыбырлағанды, айқайлай берме. Sonunda oturgan çıkar, köşet sarıp anan dağda otunu tutup oturgan çıkar, köşeti canlı suretli bakşı, köşeni dola sürmekle raksı, köşe manında vatay bitmesi ultunun tirin söyletken astı. Havada bunun kına bulganda, avulda basma şıma bulganda, şütüge ısıtıp nantarıdan attan üstüne şıma bulganda, Сәлем бердіктен жалықпай жаным, ас болсын дедімен қалынбай таным. Жетейді қымбат батасын менен қабыл болсын алып айтамын. Ойледім, атам ержеткенмен, үлгі алдым ана үфектенінен, сауыққа байып қалушы едім шешемнің жеті шелпектерімен. Бұлдыйлап жардың шыңды қарынан, бұл нөр дейтін сұмға қарғам. Балалығым әлі ішінде жатыр тоқалы шырақтың тұсында қалған. Ауыл деп тағы ежекте тілім, өмір бойы мынау кезек келетін, бейсенбі сайын бауырларында шелпек нан үшін безектіретін. Болса да мұнда қауымда бадам, жауында қалам, дауылда қалам, амандық үшін күші пісірген аман жүр мекен ауылда ғанам. Көшенің ойға күйші берері, ұлтыңды мәңгі сүйші дегені, шелпек пісіріп жатыр шешем, нұрыма елдің езгені. Көріп санаттардың, ақ қаласына, шерімді санаттардың, ал сонан соң құлағында, жанай қайыр жықылған тарақтардың, жанымның құрау басқан, түнер дәлел бейнесін түн алмастан, күшіп келген бұлттардың көңілі бұз жұбат алмай қосылып жылауымыздан. Аша алмай елдің бүгін, мен отырмын жанында жетімін. Көзімді сен тұрындар арасынан бүттілерді қап қойған секілді. Мына қысыл, ұзамай қынада. Мынау аспан шыққанша қына қарып, менің жаным секілді өздігінен жұбанмаса жақсы ғой. Жұбанмаса жақсы ғой, жұбанмаса. Жылай берді ал бұлттарда қинағанша, тәңір жазған аспаннан қара жерге тамшыларды қондырып құлағанша. Қанқышқан, мендегі сырқатына, бұлттар көз жасын қорғатып алып, жалғыз қайын басында тағдырласып үзіле алмай қояды бір жапырақ. Жеткенімше, сөндірме шырағым дей, меңізден қылып жіберді мына бір күй. Әр түсінде, әлде кім бейт жақтан, ұлғыдасын білдіріп шығамын.
ақын өнерін бағалай білетін поэзия сүйері қалу. Бір болмысты ғана емес, мыңдаған болмыстың жиынтығы. Олай дейтініміз, оның бойында әуенде, мұңда, сырда, қуанышта, жалпы адам болатына тән барша қасиеттер бар. Поэзия адамның ой миллионынан шығар, творчестволық кезеңді көрсетеді. Көркем сөздердің барлығы да жатады. Поэзияға өлеңмен жазылмаған сөздер де кіреді. Себебі, өлеңмен жазылмаған шығармалар да адамның творчестволық ой қиналымен жемісі. Оған да ой, ақыл, ұлы, онда да көркемдік сұлулық бар. Шындықтан туындаған шынайы поэзияның иелері. Қазақтың қара өлеңіне ешкімге ұқсамайтын өзгеше рең, өшпес бояу беріп жүрген ақындарымыздың поэзиялық кешіне қош келдіңіздер. Университетімізде поэзия кештері ақпан айынан басталып, қазіргі таңда облыстық көлемде дәстүрлі түрде жалғасып келе жатыр. Бүгінгі поэзия кеші жаңа форматта өтпек. Бүгінгі поэзия кешінің қонақтары облыстық, республикалық мүшәйралардың жеңімпаздары, сыр ақыны Ақжол Түменбай, Қорқат атындағы Қызылорда университеті гуманитарлық педагогикалық институтының магистранты жас ақын Аружан Оралбай. Университетіміздің түлегі ақын Айда Сайлау. Ендеше, кешімізді ашу үшін алғашқы құттықтау сөз Қорқататындағы Қызылорда университетінің әлеуметтік және тәрбие жұмыстары жөніндегі проректор Базартай Жандос Нұртайұлына беріледі. Міне бүгін тағы да бір керемет іс-шараның куәсі болып тұрмыз. Сахнада алдымызда сыр елінің, республиканың осы ақындық салада өзіндік ізін жасап жүрген өзіндік орны бар біздің жерлестеріміз, біздің университеттің түлектері де бар осы жерде, жаңаша форматта деп айтып жатыр. Әрине, қазақта ақындар да, жазушылар да өте қай жанрдан алып қараса да жетерлік. Біздің мақтанатын тұлғаларымыз өте көп, Құдайға шүкір. Мұнда кезінде өзінің уақытында көптеген рухани дүниелерді жазып, қалдырып, ұрпаққа аманат етіп, оны қазір біз оқып, біліп, содан сусындап, сонымен көптеген рухани байлығымызды арттырып, жастарды ізгілікке, жақсылыққа тәрбиелеп, үлкен дүниелер жасалып жатыр. Деп айтылып тұрғандай, осы ақындардың өздерінің ортада жүрген, кейде біз ортамызда, арамызда жүрген кезде кейде өкінішке орай кейде бағаламай жатамыз. Өткені күнде көріп жүргеннен кейін бір күнделікті бір өзіміздің арамыздағы достарымыз, әріптестеріміз, жолдастарымыз сияқты көрінеді. Ал ол адамның ішкі жан дүниесіне үңіліп, ол адамның еңбегіне, ол адамның жасап жатқан мынау бүкіл дүниелеріне туындап жатқан жақсы мынау көптеген өлең шумақтарына тереңдеп қарайтын болсақ, оның өзі үлкен бір әлем. Әр адамның өзіне ұқсамайтын бір әлемі бар ішкі жан дүниесінде. Сондықтан бүгін міне әрине біз осындай іс-шараларды сағынып қалдық. Біз осы қыркүйектен бастадық көбінесе. Енді осыған дейін 1,5 жыл карантинде болып, іс-шараға рұқсат жоқ, күнде маска, күнде басқа деген осы қыркүйектен бастап азайтылған адамдардың осындай тобымен көптеген іс-шаралар жасап жатырмыз. Соның бірі осы поэзияға қатысты кештеріміз, шығармашылық осындай алаңдарымыз. Осы жердегі ұйымдастырушылардың, осы университет бар, облыстағы ақындық жолда жүрген көптеген біздің замандас достарымыз да солардың бастамаларымен осы дүниелерді қолға алдық. Бұл өте керемет. Мынау Ақжол өзіңізге, Айдар және Аружан, мынау шығармашылық кештің ашылуы құтты болсын. Бұл ғана тек бастауы ғана болсын. Алла қаласа алдағы уақытта үлкен осындай шығармашылық кештер жасалып, сіздердің жасаған еңбектеріңіз, дүниелеріңіз, шығармашылық бүкіл ішкі жан дүниелеріңіз халықтың арасында кеңінен тарап, өнерлеріңіз, шығармашылықтарыңыз көбірек арта берсін. Жақында ғана Мөлдір, осы жерде Мөлдір айтпай біздің шәкіртіміз отыр университеттің. Сіздің де кешіңіз болып, біз неден көрдік, Фейсбуктан құтты болсын, тілектеспіз. Енді Нұрлан ағай отыр, қонаққа келіп осы жерде, Үрек аға. Өмірі осы жастарды қолдап,
өзіңіз қасыңызға ертіп, шабыт беріп, арқасынан қағып, қанаттандырып жүрсіз. Сізге де үлкен алғысымызды білдіреміз. Міне Қорқыт университеті де осындай жақсы дүниелерді, бастамаларды қолдауға әрдайым дайын. Кеше ана кітап шығарып береміз деп те Мағжан бауырымыз айтып жатыр. Басқа да дүниелер бар. Бұл өте керек. Себебі жастарды тәрбиелеуде де, жалпы қоғамда адамды тәрбиелеуде де, оның ішкі жан дүниесін, оның руханиятын біз дұрыстамайынша, оны күнделікті бір жиналыс өткізе беру, немесе күнделікті бір іс-шара қатыстыра беруден, одан бір жоғары нәтиже бірден көріне қоймайды. Сондықтан соңғы осы 1-2 жылдың көлемінде осындай шығармашылық іс-шаралардың көбейгені, сол жерде мына Қаракөз жастарымыздың көбірек өздерінің келуі және атсалысуы, және осы бір қозғалыстың көбірек алға қарай дамып, белгілі бір деңгейге көтерілуі, бұл барлықтарыңыздың еңбегіңіз. Әрине, кез келген бір идея, ол жоғары жақтан төменге қарай түсетін болса, ол түпкілікті көздеген мақсатына кейде жетеді, кейде жетпей қалады. Өйткені ол төменгі жақтағы кейбір талаптарды, немесе қажеттіліктерді ескермей кететін кездер болады. Ал егер де идея төменгі жақтан басталып, ол жоғары қарай өрлейтін болса, ол төменгі жақтағы барлық қажеттілікті қанағаттандырады да, жоғары жаққа дейін жетем дегенше, оның ұзақтығы өте жоғары болады, және шыдамдылығы мықты болады. Осы поэзия кештері деген идеяны, және де осы шығармашылық, осы ортаны, жаңағы Жанар Бимұратқызы бар, Айдар өзіңіз бар, қыздар, жігіттер бар, осы жердегі барлық Бақытжан бауырымыз отыр, бүкіл азаматтардың бірігіп жасап жүрген идеясы, мен ойлаймын, бұл негізгі ғана қадамдары. Алла қаласа бірнеше уақыттың ішінде республикалық шығармашылық поэзиялық кештердің куәсі боламыз деген ойдамыз. Артымыздан жастар сіздердің ереді деген ойдамыз. Әрбір жастың, әрбір шығармашылығының дүниесіне үніліп, осы қазақ поэзиясында, әдебиетінде, осындай шығармашылығында жаңа бір буын, жаңа бір осындай лек келіп, алға қарай дамимыз одан сайын деген ниетіміз бар. Кештеріңіз құтты болсын, шығармашылық табыс тілеймін. Рахмет. Сөз өнерінің аса қастерлі саласы, ұлттық әдебиеттегі сезім мен сырға толы, ақындық өнерге қосқан үлестері үшін Қызылорда университеті әлеуметтік және тәрбие жұмыстар жөніндегі проректордың алғыс хатымен марапатталды. Облыстық, республикалық мүшәйралардың жеңімпазы, сыр ақыны Ақжол Түменбай. Қорқыт атындағы Қызылорда университеті гуманитарлық педагогикалық институтының магистранты, жас ақын Аружан Оралбай. Университет түлегі республикалық ұстаз мәртебесі газетінің жауапты хатшысы ақын Айдар Сайлауов. Марапаттарыңыз құтты болсын. Сіздерді естелік суретке түсуге ортаға шақырамыз. Облыстық республикалық жыр мүшәйраларының жеңімпазы, 2019 жылғы Ғани Мұратбаев атындағы республикалық жастар сыйлығының иегері. Көпшілікке танымал әндердің сөзін жазған автор. Қазіргі таңда Семей қаласында Мұхтар Әуезов атындағы педагогикалық колледжінің қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының 4-ші курс студенті. Өзі жас болса да әдеби ортада нық орын алып, өз жолымен қолтаңбасын қалыптастыра білген ақын. Ол Ақжол Түменбай. Ендеше ортаға Ақжол Түменбайды шақырамыз. Рахмет. Армысыздар, ассалаумағалейкум, құрметті өлең сүйер, біздің сырдың жыр сүйер қауымы, жас достар, ағалар, бауырлар, бүгінгі кешке келгендеріңізге көп рахмет. Жалпы қазақ деп айтпай-ақ қояйық, жалпы адамзаттың, адамның жаны ол ақын. Ол біз ғана ақын емеспіз. Осы нәрсе бір өте ғажап нәрсе. Барлық адамның, адамзаттың жаны ақын. Себебі олар үнемі өздерінің жанымен үйлесетін, өздерінің жанымен ұйқасатын адамды іздейді. Барлық адам
әлемнен өзіне ұйқасатын, өзіне үйлесетін, өзіне тең келетін адамды іздейді. Бүкіл адамзаттың жаны ақын. Ал Асқар Сүлейменов айтады, барлық адам ақын, барлық адам әнші, тек көбісі сонысын ұмытып кеткен дейді. Мүмкін сіздер оны ұмытып кеткен шығарсыздар, бірақ мектеп кезде 90% жас балалар міндетті түрде бір Шимай Шатпақ өлең жазып бастайтын, немесе сол сыныптың ішінде пәленбай бала ән айтатын, әжесінің үйреткен өлеңдерін, тақпақтарын айтатын. Одан бөлек енді адамзаттық құбылысқа кеткенде барлығының жаны ақын, өзіне ұйқасатын, жаңағы өзінің жақсы көретін адамын іздей бастайды. Бұның өзі бір адам жанының ешқашан өлеңнен және поэзиядан және музыкадан ажырай алмайтын бөлігі. Марқұм Аманхан Әлімхан айтады, бүкіл дағдарысты шешетін реформа пайда болады. Мысалға, экономикалық дағдарыстар, мемлекеттің ішіндегі дағдарыс, қаржылық дағдарыс деген барлығында мысалға реформа шешіледі. Белгілі бір реформа пайда болады, соны жүйеге келтіреді, қайтадан орнына қояды, кеткен кемшілік, артықшылығын айтады. Ал адамның ішкі жан дүниесіндегі дағдарысты, адамның ішкі жан дүниесіндегі күйзелістің барлығын шешетін, және соны реттейтін шешуші реформа ол музыка және поэзия дейді. Себебі адамдардың көбісі өзінің көңіл күйі болмаған жағдайда немесе біреудің жылы сөзіне зәру болады, немесе музыка тыңдайды. Қазір музыкада, поэзияда бар, ол білінбейді, ауа сияқты. Ал егер ол бір күнде жоқ болып кететін болса, бір сәтте жоқ болып кететін болса, адамзаттағы ең үлкен катастрофа ол суицид болуы мүмкін дейді. Сондықтан да сіздердің жан дүниелеріңіздегі, сіздердің ішкі әлемдеріңіздегі өлеңнің өлмегеніне, поэзияның, музыканың өлмегеніне қуанып тұрмыз. Сіздерге көп-көп рахмет. Бүгінгі кешке келгендеріңізге. Енді көп сөйлемейін, өлең оқиық. Қасиетті сырана деген өлең оқып берейік. Бегар Шойбек айтады ғой, Сырдария сырдың жеріне дейін Сырдария болып ағады, содан әрі қарай Жырдария болып ағады дейді. Сол қасиетті сырана деген бір өлеңді оқып берейін. Абыз бабасы түнерген, аңыз даласы бұйрада бұйра құмөрген. 101 жыраудың сынығы қалған дүрелден шежіре тұнған, сыр ана сенің төсіңнен, таудай батырлар әруақтанып күшалып тұрмаған беттер жыр емген. Тереңге тартқан тамыры, сыйынары да, ұйығаны да тәңірі, запыран құсып заманда қалған зар үні, өлі тасына тірі тарихын таңбалап, жырланып жатыр қасиет қонған қара жер, нұрланып жатыр әруақтардың қабірі. Күмбірде күмбір күйақты, тұлпары дүлдүл, сұңқары ұшқан қияқты, ұлына намыс қызына беріп ұятты, өлермен болған өр кеуделерін оққа жап есілдің бойын ен жайлап алған көп қазақ, Ақмешіттің сағынатын сияқты. Құдайдың қалық егізі, Құдайдан ғана фәнидің бұлақ негізі, көзсіз батырдың, сөзсіз ақынның көбізі, том-том тарихын парақтап, бетбақ даладан күңіренеді адақтап, қорқыттың кейде қобызы. Сөзімнен кетсе тайып мән, жыртығын жамап, жүдеу жырымды байтқам, жарамды жалап, бодан дертімнен айыққам, қалың жұртым-ау қабырған қаусап түңілме, жоғалтқандарым оралатындай түбінде ботпанып кеткен ғайыптан. 18 мың ғаламат, туған топырағыңа татымай деген обалақ, көшпелі жұрттан көне заманға салауат, ит болып тусам ит аяғындамын көп елдің, ер болып тусам ел кегін қуып өлермін, Аллаға бәр аманат. Демеңдер мені дүбәрі, бабамнан қалған ата жұртым ғой бұл ара, әр төбесінде жәдігер қалған мұраға, топырағында тәңір ұлдары туылып, атырабында ұялап жатқан ұлылық. Қасиетті ғой сыр ана, қасиетті ғой сыр ана. Ақын Құдайдан берілетін қасиетті мұғжиза қасиет, және онда енді ананың сүтінің ғаламат күші бар. Ананың сүтінің ғаламат қасиеті бар. Одан ешқашан аттап кетуге болмайды. Ең көркем тіл ол жұмақта, ол поэзия тілі дейді. Ол
поэзия тілі жұмақта қалып қойған, жер бетінде адамдар тек адамның тілінде ғана сөйлейді. Ал поэзия тілінде миллионнан, миллиардтан бір ақын ғана сөйлей алады. Оның бірі Есенғали Раушанов деп айтты, Болат Атабаев деген көкеміз. Сол сияқты сондай бір заманға, мөлдір айтпай айтқандай, бір заманға бір ұлы ақын жетеді. 19 ғасырға Абай, 20 ғасырға Мұқағали, 21 ғасырға Ерлан деген сияқты. Бірақ жаңа құбылыстар, жаңа буын келіп, бәрібірде өлеңді өміршең етуге тырысады. Жаңа айтпағым, енді ананың сүтінен ешқашан аттап кетуге болмайды. Онда адамның бойындағы барлық қасиеттің жұрыны бар. Сенің бойыңдағы бірден бір жақсы қасиет, ол сенің анаңның сүтінен дарыған. Себебі сіз Құдайдан бұрын анаңызды танисыз. Барлық адам Құдайдан бұрын анасын таниды. Анасын емет омырауын. Сондықтан бүгін менің апамның туған күні деген өлең бар, соны оқып берейін. Балалғай, балпаңдап жазым басқан, тағдырыма мехнат жазылмастан, мына менің табаным жарақатсыз, ал апамның маңдайын әжім басқан, қадыр қашқан менен де ұят налып, аспан неге жылайды жияқталып, ажарына апамның әжім түсті, әжемді жеңген тағдыр сияқтанып. Көрмейсің бе тірліктің тербелуін, мен өмірге алмаған келді өмірім, есім кетіп әлдеймен есіл үнге, еңбектеуден басталдау пенделігім. Апа, мен қырт өмірді көксемедім, көксемеуге бар еді көп себебім, тоймай қалған қозыдай дүре тиіп етегіңе оралып өскен едім. Шөккен еңсе, ақ түскен тау ғұмырға, кәрілік кәрленеді жау қырында, аяғыңның астында аят болған жұмақтың иісі бар жаулығыңда. Мысқыл күлкі, мүжіген мүрде мұңды, күпігейген қара өмір кімген нұрлы, бүкірейген апама қарап білем, мен кімнің арқасында жүргенімді. Тар құрсағын кеңітіп құндақтаған, емізген, еміренген қымбат адам, тас емшегін жібітіп таңдайымды, ана сүтінен құрғатпаған мен апамның жастығын ұрлап барам. Қазақ үй, қарт атана тентегі бір, күрмеуге келмей қалар келте ғұмыр, әне міне дегенше түгесілер әжем айтқан, әй жалған ертек өмір. Сөнді жұлдыз, құба таң бозарды да, болмай отыр болмағыр мазам жүдә. Апамның туған күні өткен сайын, әжем келе береді көз алдыма. Рахмет. Рахмет, рахмет. Мұқағали айтады ғой, поэзия махаббаттан басталып, парасаттан аяқталады. Кейде біздің өлеңіміз өзіміздің жасымыздан едәуір кәрі болып көрінеді. Ол үшін кешірім сұраймыз. Бірақ бәрібірде махаббат. Романтизмнің пайда болуынан бастап махаббат ең ұлы ұғым. Реализмнің кезінде ол жай ғана көзқарас еді. Романтизмнен бастап махаббат ең ұлы ұғымға айналды. Адамдар оны сақтап қалуға тырысады. Достоевский, Лев Толстойдың сөзі бар ғой. Әлемді сұлулық құтқарады. Жоқ, әлемді мейірім құтқаратын сияқты. Дәл қазіргі қоғамда, дәл қазіргі адамзаттың өріс алып бара жатқан бағытында ешқандай да сұлулық емес, әлемді, адамзатты мейірім құтқарады. Ол сіздің жүрегіңізде. Сол махаббат туралы өлең оқиық енді, әлі 25-тен кеше ғана астық қой. Ойнағым келеді тәңірім сенің жаныңда, құлағым келеді биіктен, жылағым келеді күйіктен, сұрағым келеді сансыз сұрақтың жауабын қатты құшақтап иіскеп, айтқым келеді өмір сүрудің қыр-сырын, тағдыр тәлейдің қырсығын, тыңдағым келеді басымды қойып кеудеңе жан дүниеңнің дүрсілін. Бұралаң, бәрі бұралаң, жалғыз қалғанда Құдайдан сені сұрағам, жалғыз жалғанда ұмайдан сені сұрағам. Сен екенсің ғой, түпсіз тұңғиық түнекте жап-жарық болған бір адам, жап-жарық болған періштем. Жазымышымның балы мен уын тең ішкем,
аспан мен жерді, ай менен күнді бөліскем, жұлдыз жүрегің ағып түскенше сүйемін, көзіңнен үміт тамып түскенше сүйемін, Құдаймен солай келіскем. Жалпы поэзияға көбісі айтады ғой, бұл ақын поэзияға қалыптасып келді, бұл ақын поэзияға дайын болып келді. Көп енді ол кезінде 70-80 жылдарда қазақ әдебиетіндегі ең үлкен эталон қазақ поэзиясына келген. Енді олар алтын ғасыр, алтын дәуірін жасады әдебиеттің. Оның барлығы қазір ұлы ақындар, ешқашан аласармайтын ақындар. Бірақ қалыптасқан ақын деген болмайды. Жалпы қалыптасқан адам болмайды. Қалыптасатын жануар, хайуан, сондай адам ешқашан қалыптасып қалмайды. Адам үнемі. Мысалға, сиыр болған уақытта сүт береді, бұзау туады, сиыр мүйіз шығады, болды. Одан ары қарай онда даму болмайды. Ол жылда тек бұзау туады, сүт береді, бұзау туады, сүт береді, болды. Ал адам ше, адам 20 жасында бірдеңені игере алады, 25 жасында басқа бірдеңені, 30 жасында, 50 жасында, 60 жасында тіпті ол басқа бір кемелдену деңгейіне өтуі мүмкін. Демек, қалыптасқан адам деген болмайды. Адам өмір бойына қалыптасу үстінде өтеді. Соған итермелейтін адамды кез келген іске махаббаты ғой. Сол біздің поэзияға ең алғаш келген кезде паспортымыз сияқты болып қалатын бір өлеңдер болады. Кейін ол әнге айналып кетті, жұрттың қосылып айтатын әніне айналыпты. Менің қаламымнан, жүрегімнен туған бір өз жүрегіңнен ұялмайсың ба деп өлең бар еді, соны оқып берейін. Жанымның жыртып ақ шүберегін, дертіме дауа тапшы демедім. Өтірік күліп өмір сүремде өкініп тұрып жақсы көремін. Көрінген едің шуақтай маған, шөлдесең жаным бұлаққа айналам. Күйбеңің қанша қан жылатса да сүйгенін бірақ жылатпайды адам. Мен сені құшқан ұлы түн қайда, оның да ертең күні тумай ма? Ес түссіз сүйген есер шағымды ұмыт дейсің бе, ұмыту қайда? Іңкәр сезімге бөленбей қалам, мұңын шағады өлеңдей маған. Жұлдыз көрінсе айдың жанынан есіміңді оқып өлердей болам. Түн мені тағы ойға батырды, шығардым жалғыз ойланатынды. Құдай да шебер ұмытпасын деп аспанға жазып қойған атыңды. Жақсы көрем деп жиі алдайсың ба? Жан тәніңменен сүйе алмайсың ба? Менің жүрегім кешірімді қой, өз жүрегіңнен ұялмайсың ба? Қара түндерде айтаран баған, қолымды созам қайта орал маған. Айналмаймыз ба ғашықтарға біз, жердің бетінде қайталанбаған? Мұңайды жүдеп осы гүл бағым, жылайды жүрек қосылып жаным. Өмірде өзің, өлеңде өзің, байқамайсың ба осының бәрін? Қарамады ол ұшықталсам да, қарабастым-ау түсіп сарсаңға. Мұқағалиды тірілтіп алып, махаббатыма ішіп барсам ба? Рахмет. Бірақ сіздер сол өлеңнен бақыт табыңыздар. Сіз сол өлеңнен өмір іздеңіздер. Сіз сол өлеңмен нұрланыңыздар. Мен сіздерге өмірде де, өлеңде де сәттілік тілеймін. Бүгінгі кешке қолдап келгендеріңізге тағы да рахмет. Келесі ақындарға кезек берейік енді. Бұл жан нәзік көңілмен, ерекше ақындық дарынымен әрбір жанның жүрегін баурап алады. Қара сөздің құдіретін жете түсініп, көңіліндегі бар дүниені қара өлеңмен жеткізетін жан. Өлеңдері Республикалық қаламгер порталында, Ұлытау және Ұлт, Қасым, Қазақ әдебиеті газет журналдарында және Қытайдағы қазақ әдебиетіне арналған бірнеше сайтта төте жазумен жарияланған. Қазіргі таңда Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің филология мамандығының магистранты, жас ақын Оралбай Аружан Маратқызы. Ендеше ортаға ақын қыздарыңыз Аружан Маратқызын шақырамыз. Көрмегендей жалғанда мүлде күніп,
Күннің көзі күледі, күнді түрік. Қайтқан құстың әніне әлем мүлгіп, терек талдар тұрғандай тербетіліп. Жәудіре бай, жайылсатын етегі, тағдырым деп тапталып түбі тері. Жапырақтар жап-жасыл жылап тұрып, бір апталық ғұмырын жыр етеді. Әлім біттау, алысып әр ойменен, айласпаннан нұр емес, тарайды өлең. Күзгілерде мен неге көп күрсініп, кешегіме бұрылып қарай берем. Тауқыметсіз тіршілік тағалдайды, жалбарынып төкседе жанар қайғы. Күз келеді, ешкімде бізді аспанның көз жасынан құтқарып қала алмайды. Осы күзге, о неге, бәрі құштар, жүрегіші жан айқай жарылыстар. Сағыныш ол, сарғайып күту болса, сап-сары бояуларда сағыныш бар. Айтылмаған сезімдер де, ақтармаған сырлар да. Қайтейін, езіл кеуде, енді ол мені тыңдар ма? Шыдан біткен, шына шағып, шыңғырғым кеп тұр неге, дәл осылай ұғысалық үндемейін, үндеме. Түгесілем, тозар жаным, мұңға қойды теліп түн, көктен неге көз алмадың, аспан жақтан не күттің? Сәл бақытты, сәл азапты, сәттер кештім түсінбе, бұлттар ауып бара жатты жанарыңның ішінде. Мұң қармаған, менен дойшы, ойым кейде өрескел, тәңір көкте деген қайсы жүрегіңді емес бұл. Шерленемін, шарай қалмай, даңғазада дүрмекте, жүрегіңде Құдай бар ғой, кірлетпе. Тереземнен жалғыз жұлдыз көрініп, ұйқыда әлем, сұлық түн, кеудеме мұң кірпігіме сорылып, жоқ ұмытпен жүріппін. Ертегідей бір ғажайып қалар ем, тым кеш екен құбылдой, бақыттылей салшы хабарламамен менің туған күнім ғой. Тілектерді қабыл етсе бір Құдай, жыларым едім бұл түні, теңіңді тап, бақытты бол шіркін-ай, сүйгеніңе сүрінбей жет, күлкілі. Тілеп жатыр, ғұмыр, қуат, бақ бәрін, бірі жалған, бірі шын, өмірімнің өтіп бара жатқанын тойламаймын, құрысын. Бір сәт күйбең тіршіліктен түс аттап, жетегіне тәтті ойдың, сен сүйген жүрегімді құшақтап, 17-мде қап қойдым. Ол өлеңдерді жүрекпен шығарып, қара сөздің құдіретін ерекше жеткізе білетін ақын. Қазіргі таңда республикалық ұстаз мәртебесі газетінің жауапты хатшысы, аудандық, облыстық және республикалық жыр додаларының жеңімпазы. Алғашқы жыр жинағы 20 жасында Баспалтақ деген атаумен жарық көріп, оқырманға жол тартқан. Республикалық ұстаз мәртебесі газетімен қатар Әлімсақ журналының журналисті, ақын, қаламгер. Республикалық басылымдарда өлеңдерінен басқа сұхбаттары, очерктері, мақалалары мен әңгіме прозалары жарық көрген. Бұдан бөлек Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетін журналистика мамандығы бойынша тәмамдаған. Қара сөзден өрме көретін, жастардың тапшы кезеңде өлең мен прозаны қатар алып, журналистика саласында өз қолтаңбасын қалыптастырып келеді. Бұл жан Сайлауов Айдар Әділжанұлы. Ендеше ортаға дара тұлға, дана тұлға Сайлауов Айдар Әділжанұлын шақырамыз. Осы поэзия кешін ең алғаш ұйымдастырып жүрген кезде арамызда осы сөзге, өлеңге жанашыр жандар шағын ғана бір жастар орталығында бастаған тұғымыз. Қазір үлкен деңгейге қанат жайып, тіпті үлкен тиражбен кітабын шығайынып жатыр. Бұл өзіміздегі өнерге құмар жастардың жетістік деп білеміз. Өзі қазақ нұр деген сөзге әуелден құмар ғой, нұр деген сөз жақсы көреді. Алланың нұры жауып тұрған кезде өзі үміт еткен көзімнің нұры болам дейді. Және ақындар сол нұрдың ішінде ақындарға сөздің нұры бұйырған екен. Бүгін нұрланып отырыңыздар деп өлең оқып берейін. Ескіргенмен тырналды жараң жаңа, ешкімге мен қимаймын ғаламға да. Сынған айна секілді көңіліңді мұңға байлап бересің маған ғана. Жанарың жағып беріп жырға қайғы, ылғал демің мұнда да құрғамайды. Сөзіңнен суып сезім кеткесін бе, көзіңнен суық сулар сырғанайды. Қанатыңда қырқылып қорғай тұғын, шырылдайда вардайтып торғай тілің. Саған ғана көбірек айтушы едім, адамдарға сенуге болмайтынын. Басқаға да бермейсің жылуды дым,
оңай емес жаныңда тұру мығым, сенім жолын бөгейтін беймезгілді, сенің сорың өзіңнің сұлулығың. Сол жағалау деген өлең бар еді. Қашанғы достарым Левин деп ауыстырып апты. Осы еді жанның қалағаны да, шақардай жылы қарағаны да, сол жағалауың баурап барады, жоқ әлде қалқам қаладағыма. Әлемнің бәрі білсін бұл күйді, көңілім мүлде күрсінбейденді. Сол жағалауға барғысы келіп, сол жағымдағы дүрсілдей берді. Сезім салмағы ойдан ауырма, күнә ғой мұндай бойламау нұрға. Сен үшін салып жаңа қаланы, мен үшін көпір қойған аумында. Елеңдеп тағы жол жаққа көкем, келем деп бір күн бол жапта кетем. Адами заттың жүрегі неге сол жақта екен, сол жақта екен. Сырдың жүрегі, жолдың кемелі, сол жағалауға қондым деп еді. Жібекке торғын жарымды жазып, жүрекке тұрғын болғым келеді. Өзіңді жоғалтардай жанбағынан, сен жоқ жерде шырылдап салмады мән. Махаббатпен ауырып жүрмін жаным, сенің сұлулығыңның салдарынан. Көңілімді күйдірді көрінбеймін, сол күйіктен мен бірақ жеңілдеймін. Ерініңе жазылған сезім сырын ерінбеймін, оқуға ерінбеймін. Қиығында көзіңнің тегістелер, бұлдыр сезім балаша еріскелер. Миығыңда мінезің мұнда лайда, иығыңда бейлейді періштелер. Ардың құнын ұятпен өлшеген ел, өкінбеймін жаназап көрсе көрер. Бұрынғының қандары сияқтанып, бұрымың асылып өлсем егер, өкінбеймін. Енді жаттамаған бір таңсық өлеңдерден оқиын. Қара қағаз. Есек қырған жансада жарық алдан, қу параққа сыйыпты алып арман. Үш бу хаттың ішінде 3-4 өйтін ақсамайлы ананың зары қалған. Ары қалған жесірдің балаға мәз, шашын жайып айтатын далаға наз. Ғашықтардың жүрегін тесіп өткен сен жаудан да жауыз ең қара қағаз. Қаңғыған оқ қапелім жолды қармап, қатын келді халыққа сорлы самғап. Отқа оранған майданның отты сөзін саған қалай сыйдырған соңғы солдат. Тірі десе шығатын солай үзгін, жел үрледің үстінен талай іздің. Сүлейменнің семсері қиялмаған үміт шыбын қу қағаз қалай үздің. Сен шығардың демеңдер қайдан мұны, сағым сынды құшағын жайған дұлы. Қатты қуға қорқатын әжелердің әжімінде жазулы майдан мұңы. Қаршын кетіп қырларда жас көмілді, кәрлендірген сол шығар аш көңілді. Жеңіс жыры жұбата алар мекен, жетімдердің жасындай аш өмірді. Өртемесе қаттарды жетер сырлой, қарасаңыз құдай-ау бөтен сұндой. Қайран әжей жоғалтқан жалғызыңды сол параққа жерлеген екенсің ғой. Қайран әжей жоғалтқан жалғыз ұлды сол параққа жерлеген екенсің ғой. Шыңғыстай десін елің үстемедің, жан болшы басыңа бір түспеген мұң. Ұстағаның бақыттың құсы болса аузында кетпейді екен тістегеннің. Қалықтан кездер болар тіс қалмайтын, жалыққан кездер болар іш қармайтын. Мәңгіге өзегіңді өртесе де әңгіме болады екен тіс жармайтын. Тартып өтсе тәңірде ақырғысын, тартып тұрсын тарланым жақын дішің. Жұрттың жемі атанып кетпес үшін, құрттың жемі болмасын ақылдысын. Осы өлеңді әлеуметтік желіге салғаннан кейін бір досым хабарласып, ағам 15 жыл бойы бала сүйе алмай жүреді дейді ғой. Сен балаң мақтанып салып қойсын деп тұр ғой енді. Сол тағдырда өлең қылып жазып бер, ақталғаның болсын дейді. 15 жыл бойы сәби сүйе алмаған ата-ананың көз жасымен бірге өріліп түскен өлең деп, бауыр етім деп жазып бердім. Әкешім, анашыма гүлап келші, сәбейім бұл өмірге жылап келші. 9 ай көтер алар, анаң сені жаратқан көтер алар, сынақ берші. Айнымас асқар таудың тұлғасынан, айнымас анасының сырғасынан.
Ғаламда тәтті дауыс жоқ қой сірә бөбектің былдырлаған үңгасынан. Аңсатып жүрсің бәлі туалыстан, жымы жүрек жолыңа құрақ ұшқан. Дүниеге сен келсең құлыншағым, дүниемді шашарем қуаныштан. Жүргек жүрек байланса бағаң бөлек, балам керек, тек маған балам керек. Ата-анамның қадірін ұққан жанның қадірімді ұғатын адам керек. Қайран көңіл қаймана қайғалып тұл, намысым найзағайдай қайралып бір, тербелмеген бесіктің баулығына емделмеген жүрегім байланып тұр. Құдайым бақ берер деп алаңдайсың, бақытты көрмей жүрмін баламдайшын. Дүниеге келмеген жүгірмең-ау, анаң әке, әкеңе анаңдайсың. Шылбыр ұстар өзіңмен жұмақтаймын, тұғырымды биіктен құлатпаймын. Жылап келші өмірге бауыр етім, содан кейін мен сені жылатпаймын. Жарты қалам жүгім, қалтыраған гүлім қарасында. Жүрегім ай, әр күнәдан бұрын артық адалдығың адастырма. Шешілмеді ағы мен қарасы, бағы мен наласы, тосын берді. Бақыт бір алдайды, уақыт бір алмайды, көшін керек. Есімдеді ала сарғанымда, жара салғанымда, кешір мені. Жүрегім ай, жалынып сөзден кей, сырғып сезгендей алып ұшқан. Жүрегім ай, ұлылық безгендей, бір үміт кез келмей сағыныштан. Шешілмеді ағы мен қарасы, бағы мен наласы, тосын беді. Бақыт бір шешілмеді ағы мен қарасы, бағы мен наласы, тосын беді. Бақыт бір алдайды, уақыт бір алмайды, көшін керек. Есімдеді ала сарғанымда, жара салғанымда, кешір мені. Жүрегім ай, көп рахмет. Мынау бүгінгі Ақжолтайдың, Айдаржанның, Аруканың поэзия кеші құтты болсын. Қаламдар ұштала берсін, тілекшімін. Жаңағы тыңдаған әндеріңіз. Жүрегім ай дейтін Аруканың сөзіне жазылған әнім. Қошеметтеп отпасаңыздар, өзім жеке концертім сияқты қобалжып тұрмын. Енді келесі тыңдайтын әндеріңіз бір кем дүние дейтін әнім бар еді, Ақжолдың сөзіне жазылған. Қабыл алыңыздар. Қара басып
қажытып жүр қандай зіл, қараңғының көзін ашса шамдай жыр. Қара суға қанған шөлім неліктен мейірімге қанбай жүр. Қызыл жасыл түрленеді дүние, тәңір бар ғой тағдырыңа кім ие. Бәрі жақсы болатынын білсем де, бәрібір кем дүние, бәрібір кем дүние. Мына жарық кімге жалған, кімге шын, жүректесің жүрегіммен біргесің. Махаббатқа көп адамдар сенбейді, жолы болмай жүргесін. Қызыл жасыл түрленеді дүние, тәңір бар ғой тағдырыңа кім ие. Бәрі жақсы болатынын білсем де, бәрібір кем дүние, бәрібір кем дүние. Бар мен жоққа жыртылған, мен бүрледім сол адами құрбымнан. Не істер екем көпес достар бір күні, сатып кетсе сыртымнан. Қызыл жасыл түрленеді дүние, тәңір бар ғой тағдырыңа кім ие. Бәрі жақсы болатынын білсем де, бәрібір кем дүние, бәрібір кем дүние. Айда жалғыз, күнде жалғыз көктегі, Құдай жалғыз мұңсыз қылған жоқ мені. Жалғыз жарым адамдар бар тағдырлы, тағдырына өкпелі. Қызыл жасыл түрленеді дүние, тәңір бар ғой тағдырыңа кім ие. Бәрі жақсы болатынын білсем де, бәрібір кем дүние, бәрібір кем дүние. Қызыл жасыл түрленеді дүние, тәңір бар ғой тағдырыңа кім ие. Бәрі жақсы болатынын білсем де, бәрібір кем дүние, бәрібір кем дүние, бәрібір кем дүние, бәрібір кем дүние. Көп рахмет. Келесі тыңдайтын әндеріңіз тағы да Ақжол бауырымның сөзіне жазылған Арал гимні дейтін ән. Ауыл аймақ Қора-Қопсыға бөлінетін жіктер емеспіз, бірақ туған жерге туың тік дейтін әңгіме бар. Ел туралы, ауыл туралы жазған әніміз. Қазалылық Ақжол Түменбайдың сөзіне жазылған Аралдық Үктай Ерниясовтың әні. Қабыл алыңыздар, Арал гимні. Құмында қасиет бар, жырында өсиет бар. Ақсақал бабасының ақындық арында бар, батырлық қанында бар, атұстар баласының. Бек ұзақ көшін ерген, шын берген өсіп өнген, дарханы дара туған адамның жанарлары, Аралдың адамдары толқыннан жаратылған.
бек ұзақ көшін ерген, шын берген өсіп өнген, дарқаны дара туған адамның жанарлары, аралдың адамдары толқыннан жаратылған. Қайраңдап кеме қалған, қан мен тернеге тамған, теңізге айнадайын әлемді бір шолып кет, аралға бір соғып кет, ақұдай айналайын. Бек ұзақ көшін ерген, шын берген өсіп өнген, дарқаны дара туған адамның жанарлары, аралдың адамдары толқыннан жаратылған. Бек ұзақ көшін ерген, шын берген өсіп өнген, дарқаны дара туған адамның жанарлары, аралдың адамдары толқыннан жаратылған. Көп рахмет. Кеш құтты болсын тағы да. Жалған менің жырақтамашы, ұнап қаласы, қолды сошы жүрегім. Тағдырға неге сұрақтарасың, жылап қаласың білемін. Тұрады өмір жаңылыстардан, жалыныштардан, сезім ғой бізді алып ұштырған, сағыныстардан. Қауырсын қанатыңнан, мен үшін жаратылған сенсің едің. Бір ғұмыр бір өмірмен, жұп-жұмыр жүрегіммен мен сүйемін. Естеліктерден табылмайсың ба, тағырлайсың ба, ең сұлу гүлі тәңірді. Сен мені мүлде сағынбайсың ба, мен сені қатты сағындым. Тұрады өмір жаңылыстардан, жалыныштардан, сезім ғой бізді алып ұштырған, сағыныстырған. Қауырсын қанатымнан, мен үшін жаратылған сенсің едің. Бір ғұмыр бір өмірмен, жұп-жұмыр жүрегіммен мен сүйемін. Жыламай жүрсең разымын, жыламаймын деп серт бересің бе, бақытты болшы нәзігім. Тұрады өмір жаңылыстардан, жалыныштардан, сезім ғой бізді алып ұштырған, сағыныстырған. Қауырсын қанатымнан, мен үшін жаратылған сенсің едің. Бір ғұмыр бір өмірмен, жұп-жұмыр жүрегіммен мен сүйемін. Тұрады өмір жаңылыстардан, жалыныштардан, сезім ғой бізді алып
boş durgan Sağını sarıgan Kavursun kanadımdan Men üçün şarabılan sen Bir gomur bir ömür Şumşumur Bir gomur bir ömür Şumşumur şirigim men Көп рахмет. Олай болса келесінде айтқан әндеріңіз өз жүрегіңнен ұялмайсың ба? Және де тілектес іңкәр. Қабыл алыңыздар. Ортаға вальс кешкісіңіздер. Тамаша. Айға шу естілмейді кәнеке. Жырды бақшы береген Дертіме дауа тапшы демедім Өтірік күліп өмір сүремде Өкініп тұрып жақсы көремін Менің шуақ таймаған Жаным бұлақ қайнаған Күйбенің қанша қаншыратса да Сүйгенім бірақ шарпайдан Мен сені қошқан ұлы түн қайда Оныңда ертең күні тумай ма Ес-түссіз сүйген есер шағымды Ұмыт дейсің бе Отуғайда Мен сені қошқан ұлы түн қайда Оныңда ертең күні тумай ма Ес-түссіз сүйген есер шағымды Ұмыт дейсің бе ойға батырды шығардың жалғыз ойланатынды Құдайда шебер ұмытпасын деп аспанға жазып қойған атыңды Жақсы көрем деп жиялдайсың ба Жан тәніңменен сүйе алмайсың ба Менің жүрегім кешірімді ой өз жүрегімнен ұялмайсың ба Жақсы көрем деп жиялдайсың ба Жан тәніңменен сүйе алмайсың ба Менің жүрегім кешірімді ой өз жүрегіңнен ұялмайсың ба Қарамады ол ұшып қалсам да Қара бастым ау түсіп сарсаңға Мұқағалиді тірілгіп алып махаббатыма Махаббатыма ішіп Тағдырласпыз себебі бізде Жанарларды жасқа бүгіп Сіз айтатын басқа жігіт Мен айтатын өзгедегі қыз Кеудемдегі тылсым менің жүрегімнің күрсінгенің Ұнайды осы сезбегеніңіз
Қолдырайсыз бір биіктеп, құбыласыз қалайсыз. Жүреміз бе жоқ қаналып, бірге саябаққа барып, сырласуға қалай қарайсыз? Жанарларды жасқа бөгіп, сіз айтатын басқа жігіт, мен айтатын өзгедегі қыз. Кеудемдегі тылсым менің, жүрегімнің күрсінгенің, ұнайды осы сезбегеніңіз. Кеудемдегі тылсым менің, жүрегімнің күрсінгенің, ұнайды осы сезбегеніңіз. Ұмытыңыз, үзілмесін үмітіміз, қай мекенде қалауыңыз кім? Кешегі күн келмейді ме, ертеңіміз емдейді ме, қош жүректі жаралы біздің. Жанарларды жасқа бөгіп, сіз айтатын басқа жігіт, мен айтатын өзгедегі қыз. Кеудемдегі тылсым менің, жүрегімнің күрсінгенің, ұнайды осы сезбегеніңіз. Кеудемдегі тылсым менің, жүрегімнің күрсінгенің, ұнайды осы сезбегеніңіз. Ұнайды осы сезбегеніңіз. Айдар Сайлауовтың сөзіне жазылған әні қабыл алыңыздар. Көңілдегі кимеген көйлекті береші, сағыныштың сұп-сұлу сөйлетті кеші. Көрмегелі көп болды көркіңді керім, суретші береші. Жүрегіммен арнадым жалынын жырдың, күлкесімен өлшейме сабырын гүлдің. Қол ұстасып жаныңда жүрмек түгілі, сағынып жүрмін, алыста жүрмін, қараған қалпыңды жазып. Ететіндей сезімдер тау түнді ғашық, сурет жіберші, жай ғана қарап жатайын. Эх, мауқымды басып, сурет жіберші, жай ғана қарап жатайын. Эх, мауқымды басып. Сүйкей берер қалпыңды жазып, ететіндей сезімдер тау түнді ғашық. Сурет жіберші, жай ғана қарап жатайын. Эх, мауқымды басып, сурет жіберші, жай ғана қарап жатайын. Эх, мауқымды басып. Алыста жүрмін, қараған қалпыңды жазып, ететіндей сезімдер тау түнді ғашық. Сурет жіберші, жай ғана қарап жатайын. Эх, мауқымды басып, алыста жүрмін, қараған қалпыңды жазып, ететіндей сезімдер тау түнді ғашық.
суретші берші жай ғана қарап жатайын мауқымды басып суретші берші жай ғана қарап жатайын мауқымды басып. Рахмет. Ассалаумағалейкум. Кеш баршаңызға құтты болсын. Жып қылайын ба? Жаңағы ән сөзі ағам Айдар Сайлауовтікі болатын. Әні Ертөре Мұраділ өзім орындайтын Сейхон тобы болатын. Енді бір жарық көрмеген әннен орындап берейін. Әлі жарық көрмеген, сиясы кеппеген, тұтқада айтылған сөз деген әнді орындап берейін. Қасымда ғазиз досым гитарамен кеттік. Айналғандайма пұтқадам телефон тәнін қоптаған, үндемей қалдың өкілім, мұң төгіледі тұтқадан. Сөйлеші үнді ау күнім, жүрегің маған шау бүгін. Деміңді естіп тұрамын, деніңнің білмей саулығын. Мұңлығым менің зарлығым, бағың боп саған бардығым. Тұтқаны қойшы өтінем, қойғанмын менде барлығын. Мұңлығым менің зарлығым, бағың боп саған бардығым. Тұтқаны қойшы өтінем, қойғанмын менде барлығын. Мұңлығым менің зарлығым, бағың боп саған бардығым. Тұтқаны қойшы өтінем, қойғанмын менде барлығын. Мұңлығым менің зарлығым, бағың боп саған бардығым. Тұтқаны қойшы өтінем, қойғанмын менде барлығын. Тұтқаны қойшы өтінем, қойғанмын менде барлығын. Бұйырса жарық көретінін және тағы бір ән орындап кетейін. Осында отқан барша қыздардың құрметіне Сары қыз деген керемет ән бар, сол әнді орындап берейін. Кеттік. Мұхтар Ханзада орындап жүрген ән сөз Айдар Сайлауов, әні Ертөре Мұраділ. Кеттік. Серімін сәйгілігін ұстап мінген, қадам түзе басқан нақсапымен, ал сені сары күндей шағылысқан Голландия гүліне ұқсаттым мен. Сезімде ашылмайтын шілтередің, сары қыз өзің жайлы жыр теремін. Бұл дүниенің байлығын көрсеттесе, қолымды саған қарай сілтередім. Алтын болып күн болып енеді екен, сары қыз жанға шуақ береді екен. Дүниедегі ең қымбаттылар сары түсте болып келеді екен. Алтын болып күн болып енеді екен, сары қыз жанға шуақ береді екен. Дүниедегі ең қымбаттылар сары түсте болып келеді екен. Сары түсте болып келеді екен. Бөбектей балғын болған бағасылым, сөздерім бөлек бір дәмдар ашырын. Әппәк бір ақ бақтаға түскендей ғой, мұнайдың тамшысындай қарашығы. Сүйсінуім сын емес сары қызға, дақ түсіп қалмас одан арыңызға. Аңсаған ағарманым қылмақ түгіл, қуанып жүрген жанмын барыңызға. Алтын болып күн болып енеді екен, сары қыз жанға шуақ береді екен. Дүниедегі ең қымбаттылар сары түсте болып келеді екен. Алтын болып күн болып енеді екен, сары қыз жанға шуақ береді екен. Дүниедегі ең қымбаттылар сары түсте болып келеді екен. Сары түсте болып келеді екен. Рахмет, ғазизұлдарыңыз. Ақжол Түменбайдың өлеңіне жазылған екеуміз әні қабыл алыңыздар.
Жарық түн, жарықтығы осындай матам ұқтым. Жұлдыз болып ағып түскен аспаннан, сенің ғана көз жасыңа қанықпын. Жұлдыз болып ағып түскен аспаннан, сенің ғана көз жасыңа қанықпын. Екеуміз, неге сонша махаббатқа бөтенбіз? Жүрегінің тыңдамайтын ақылы, жер бетінің ақымағы екенбіз. Махаббатты кінәлаймыз бекер біз. Жүрегінің тыңдамайтын ақылы, жер бетінің ақымағы екенбіз. Махаббатты кінәлаймыз бекер біз. Көк аспан, бір басыма бақта сорда таласқан. Сынық айдың сәулесіндей үмітпен тағдырымды іздеп жүрмін адасқан. Сынық айдың сәулесіндей үмітпен тағдырымды іздеп жүрмін адасқан. Екеуміз, неге сонша махаббатқа бөтенбіз? Жүрегінің тыңдамайтын ақылы, жер бетінің ақымағы екенбіз. Махаббатты кінәлаймыз бекер біз. Екеуміз, неге сонша махаббатқа бөтенбіз? Жүрегінің тыңдамайтын ақылын, жер бетінің ақымағы екенбіз. Махаббатты кінәлаймыз бекер біз. Жүрегінің тыңдамайтын ақылын, жер бетінің ақымағы екенбіз. Махаббатты кінәлаймыз бекер біз. Рахмет. Ақын өлеңдерінің әр жолы, әр сөзі оның өмір жолы баспалдағы екені бәрімізге белгілі. Ендеше келесі кезекті ақынға деген, оның өлеңдеріне деген сүйіспеншіліктері биік. Осы ақындарымыздың шығармашылығын сүйіп оқитын оқырмандарына береміз. Қабыл алыңыздар, Айдар Сайлауовтың «Күдер үз» диалогы. Суық. Далама? Жоқ, сен айтам. Ендеше жылытайын, жанарың жанама? Әзілің бе? Мен сонда өртенейін сен үшін, сезім болып қиылайын санаңа. Қарындасым. Иә. Сен нәзік құралайсың, шыдамайсың, маған олай қарама. Ақындарға қарауда да мән бар ма? Бар, тек сен оны аңғарма. Сен сүйесің бе? Кімді? Сырды, мұңды, жырды, күнді, түнді сүйесің бе? Солай болу керек. Мен солардың ішінде бармын ғой. Барсың, сен мұң болып қалдың ғой. Сонда мені. Қателеспе, мен сендегі мұңға мұқтажбын. Кей жырларда ол да мені қолдап еді. Аға, жүрегіңді бір күнге алайыншы. Сол жүрекке мәңгі ие болып қалайыншы. Ол менде емес, бір қураған жапыраққа сыйлағам. Көктем келсе, қайтаратын шығар ол. Тоқта, сен әуелі жырларыңнан құймаған. Ал жүрекше? Оны тәңір қайтаруға қимаған. Аға, мен секілді сізді бәрі сүйеді ме? Я, тек жеп көреді бір адам. Құдайынан мәңгі өмірді сұраған, тұңғиықтың ең түбіне құлаған мені жеп көреді бір адам. Ол кім? Есіме салдың ба бір, атқызбас таңды дағыр, ол пенде алдыңда тұр. Ал сен кімді сүйесің? Кетші. Жарайды. Тоқта, мен бір жапыраққа ғашықпын. Ол да мені қалайды. Қалай? Тағдырымыз ұқсас.
Не үшін күрсіндің? Сездің бе? Даусынан естедім, кеудеңдегі дүрсілдің. Ал сен неге жылайсың? Жапырақ боп жаралмадым, не үшін? Қыз біткеннің бәрі гүл. Алайда сен жапырақтай бола алмайсың бәрібір. Есің сенің естісті біледі ме? Сүймесең, өлеңдеп неге жаздың жүрегіме? Адамзатқа ауа дейтін азық берген. Түсті, әне тағы үзіліп. Мен де оған өлең деп жазып бергем. Ақыным, сен осыншалық долымысың. Сен маған емес, өлеңге ғашықсың. Соны түсін. Ақжол Түменбай, күнәһар. Ботадай боздап, аспан жылайды, алдайды бәрін түлкіміт. Жапырақтардан жас тамшылайды, жапырақ жүрек бұлқынып. Созады қолын жетім көңілім, Құдайын аңсап барады ол. Дұшпан көз біреу секілді өмірім, өтірік күле салады ол. Қандай адамбыз, нендей дүлейміз, қарлығаштарым қоныңдар. Жерден таппасақ көктен тілейміз, ол жақта қандай өмір бар. Жалғыз sıратып жұтар әр күйді, қағидат, бәлки шариғат. Сезесіңдер ме жұпар аңқиды, жаңбырдан кейін табиғат. Жауады жаңбыр, кейде өкініп, ойнайды өмір күй сандық. Жауған жаңбырды үйге отырып, Тәңірдің нұры дей салдық. Бәлкім ол менің анамның жасы, ғаламның жасы, наласы. Жарық дүниені қараң қылмашы, ей адамзаттың баласы. Бәлкім ол менің анамның жасы. Жылап тұр аспан, жұбаталармыз, күліп тұр оған көп күнә. Пенделер, біздер күнәхаларымыз, періштелерде жоқ күнә. Ғаламды бұлғап ғасыр өткенде, Тәңірден рахым сұрамай, жұмыр жер толса қасіреттерде, көк аспан қайтсын жыламай. Ағау, сенің көзіңнен мұң көремін. Үндемедің, тағы да үндемедің. Мен онымен ең алғаш тілдескенде мұнша тылсым екенін білмеп едім. Көпшілігі жырыңды көріп білді, бағасы биік тұрар бөрік тұлды. Сезім саябағыңда өлең оқып отырамын, мен дойлап көріктімді. Шерменде, шерің қалса шертілмеген, еріксіз күрескенсің еркің менен. Сертін көрем сезімнің сендегі сол көшеде сырласқанда мен түн менен. Беу ағам, бағалымсың бира басым. Сыраңда ішкім келмес қимағасын. Сырыңды бірақ қымбат санаймын мен, сөздерді меңіреуге қимағасын. Айдар аға, байқалмас бағыңыз бар. Жылытады жаныңды тағы мұздар. Жүрек біреу, жандар көп болғанымен, ақ қыздар, қара қыздар, сары қыздар. Ұғасың ба мендегі сөз орайын, кербес күннен күрсінген озамайың. Сендік өлең тым сұлу білесің бе, сендік жүрек иесі өз арайың. Ақжылаған бір өлеңін оқиын. Жан берісіп, жан алысқам қажап мұң, алтын ері баттар қама азаптың. Отқа жаға саламын ғой ойланбай, мен алаштың жұқанасы қазақпын. Бар қазақтың қыздары деп, отан деп, қан төгісіп қуғам кеше атам кек. Бір тал шашы түскен қыздың ар үшін басын шауып алар еді Махамбет. Тоз-тоз болдау, қырық үйдің тыйымы, қыз ұяты арнамыстың биігі, шешіндірді тоқшылықтың ылаңы, тәнсат қызды жоқшылықтың күйігі. Не бетімді айтам ертең бабаға, маңдай терім, қасық қаным садаға. Жетімдерді телміртпе бек есіктен, жесірлерді қаңғытпа бек далаға.
кеңдігімнен опық жеген қасқамын. Қазақ қызы қызармайма батса күн, табанына төсеп беріп жұмақты табанына таптатпаймыз басқаның. Қахарлансам, ұқпай обал сауапта, я әруақ, маңдайымнан жауатта, әр қазақтың үлбіреген қыз үшін бар қазақтың жігіттері жауапта. Оян қазақ, оян намыс күпіндім, шарапаты бұл жол емес шүкірдің, оянбаса намысың әруақ, түкірдім. Енді жай оқитын бір өлеңмен қорытындылайын. Айдар ағам өлеңі сезім саябағы деп аталады. Есімің естілгенде елең етем, өлең етем өмірді өрек етең. Мынау аймақ әдемі болу үшін сені алып келуім керек екен. Өмірдің жанға батқан таяғынай, жүрегімді өртеме ая құдай. Сенсіз қалған саябақ саябырсып, сайрамайды құстарда баяғыдай. Бұл кезімнің адамға ермегі дерт, сол сезімнің назарын бөлмеді тек. Сарғайған жапырақтар жылап жатыр, жасыл көйлек киген қыз келмеді деп. Мұны орынға содан соң отырмағам, топырлаған адам көп, отырылмаған саябақта. Сүреңсіз неге бүгін сенің соңғы хатыңдай оқылмаған. Ертең жұма киелі жұмыс күні, әлди жанымның тыныштығы, сені сүю махаббат шариғаты, сені сүю есімнің дұрыстығы. Сезім деген сұлу сөз заты мақпал, жүрек деген ал қызыл жапырақтар. Есі дұрыс адамның бәрі ғашық, ғашықтардың барлығы ақымақтау. Ай қарашып алдымнан уақыт құшақ, мөлдірейді жаудырмың жақыт құсап. Сені сүю жұмақта серуендеу, сені сүю ғұмырлық бақытты сәт. Өлең бөлеп өмірдің бесігіне, ентеледім жұмақтың есігіне. Саған ғана жаным деп сөйлейтінім, тілім келмей қалады есіміңе. Ақ сөйлесем ана мен аралдың да, жасы кепкен жол қарап жанардың да. Мен адамның ғұрпынан ғазиз болдым, сен анаңның рухынан жаралдың ба? Сені сүю алғашқы адамды қол, сені сүю жүрекке адалды қол. Тағдырымның тағдырлы кейіпкері, қайырлы түн түсіңде анаңды көр. Айдар Сайлауов, ешкімім жоқ мына үлкен шәріде, ешкімім жоқ адамдарға налмай, кетпей ақта қояйыншы әрге, жетімектің күйін кешкен жанымай. Көрін мейлі қияшыңнан көрінбе, ғарып басым күй кешеді не түрлі. Өкпелегін келгенімен өмірге, ешкімнің де ешкім жоқ секілді. Күйін мейлі жалғызсырап күйінбе, кім ұғады жүрегіңді гүл егес. Екі күнде бірақ күні үйімде, бірақ олар екінің де бір емес. Көппен бірге шырқалса да ел әні, қарайды олар біздің ғарып кескінге. Арқа сүйеп көрмеппін ау мен әлі, маңдай тіреп бармағам да ешкімге. Жаутаң көзбен қарамайсың әр үйге, қалай келер дейсің көшкімге. 5 күн жалған мынау ғазиз пәниде, ешкім жалған болмас екен ешкімге. Алматыда қыркүйек жаңбырлы емес, өмір үшін жасайды уақыттыға. Жылағанның барлығы тағдырлы емес, құлағанның барлығы бақытты ма? Жүрегімді жаулайсың көреткен боп, қандай бақтың соңынан желіктірдің. Маған ешкім сүюді үйреткен жоқ, мен өзімнің жолыммен келіп тұрмын. Қосылмаса сор емес, қозы баян, тағдырыма ұқсайды тамызды кеш. Менің өткен өмірім өзім аян, сенің өткен өмірің маңызды емес. Саған ешкім сенбейді жыламасаң, көз жасыңда адамның сұмдығы бар. Маған ешкім бермейді сұрамасам, өз басымда өмірдің шындығы бар. Адамдарды Құдайдың қақаратты, дұға жасап отырмын сөзім дарынап. Жүрегіңнен жоғалған махаббатты жер бетінен іздеме өзіңді алдап. Сен ұмытпа,
ниетің бөтен болса, махаббатсыз дүние бекерлігін, дүниенің есігі екеу болса, мүмкіндігің біреу-ақ екендігін. Ақын тағдырын алақандай алаған армысың алты алашым. Аружан Оралбай. Қабіріме қашалмас мейлі өлеңім, қашанғы көңіл үшін дей беремін. Қанатым жоқ шіркін ай аспан жаққа, ұшып кеткім келеді кейде менің. Өкініш ау, өткен күн өтемесі, бақытына баратын төте көші, жолы болғыш адамдар бұ тәңірге не өткізіп қояды екен осы. Шынында күлкім жалған, шекер мұңым, шерақтарсам шертеді шекемнен кім. Дүние қуғандарға қайтып айтам, кебіннің қалтасы жоқ екендігін. Бәрі жалған екенін жиықтырып, өтеді өмір, өтеміз күйіп, күліп. Апырай, сондадағы биік үміт, тағдырда тәңір берген сүйікті ғып. Жүрегіме қылғанмен жырым дегіз, арқа қағып айтпайды ғұмыр лебіз. Қиялдаған қанатым бітпесе де, көк кешіп кетеміз ғой түбінде біз. Рахмет. Жалпы Ару тәтенің әрбір өлеңі жүрекке бір ерекше леп сыйлайды. Осы өлеңді оқып отырып бір ойға батып, Аружан ақын қызға өлең арнаған болатынмын, қабыл алыңыздар. Көңіл азған, жүректе кеткен жүдеп, көктемім жүр, бір келіп кетсеңші деп. Жер бетінің бәрінен көңіл қалып, ғарыш жақты мекен жай еткен жүрек. Бармауына жол бермей бұралаңның, бәз баяғы күйінде жылан дүнім. Аспан жақтан бірдеңе күткен ару, көңіліме сап кеткен ылаң бүгін. Сәл ойының оранып өртінемін, көз алдыма бейнесін келтіремін. Көкке кеткен қиялым тауып демін, ішім жылып, онесін желпінемін. Төрт тағанды соншалық сүйіп анық, кезе бердім, іздедім жиі барып. Мен ұнатқан сол ақын жатыр бүгін, мың халықтан марапат сыйын алып. Өлең етіп өмірдің маңыздарын, шын бақыттың сезінген нағыз дәмін, өрі кеудеге бір үшкін сала етіп, сара жолдың сан мәрте сал ізгәнін. Рахмет. Айдар Сайлауов, шерменде шер. Жүрегімді аласырып сотқар мұң, тап-таза, тұнық сырға тоқталдым. Қалай қай кез екендігін ұғынбай, кәдімгідей саған ғашық боп қалдым. Сенің жүзің мен үшін дарасынды, көздеріңнен көргем ғой барасылды. Басқалай дүниеге қарағанда біздің жүрек бар кезде жарасымды. Сен кеткенде тұрғандай бағым ұшып, жүзіңнен жүргеніңді қалайын сағынысып, қарауға да ұялам көздеріңе. Қарауға да ұялам көздеріңе, қарға түскен сәуледей шағылысып. Сен тұмарсың, мойныма мәңгілік тағылғандай, жалтыраған жүзіңде бар екен лағыл қандай. Шіркін ай, көздің жауын аптырасың, тотықыстың ұлпасын жамылғандай. Лапылдатар, лезде тез сөнбе деп, сөз өрнегің өміріме өзінше бір өң береді. Сен машинасың, ал мен жүрсем болды астыңда, доңғалақтай домаланып дөңгелеп. Сендей қызға қашандағы ар сән, далбас емес жүрегіңе сезім болып тарсам, мен ішінде бір мәртебе, бір бақыт сендей гүлдің жұпары болуға да жарсам. Қазір өлі бұлайдар, бірақ сен дегенде тыпыршиды тірілер. Махаббат оған мәңгі ірі дерт. Арманым сан мәрте рет соғып жатқан жүрегің, мен деп соқса екен деймін бір рет. Менің Айдар ағама әзіл аралас жазған бір арнауым бар еді, қабыл алыңыздар, оқып берейін.
Әй Айдар-ай, туындыңды тосып жүрген келесі, мен ойлама, өлеңімнің дебөші. Көріп келді қасиетің бар ма еді, қышығанды қасиетінің не осы? Лирикадан салмайтұғын алшағыз, елеңдейміз сәл көрінбей қалсаңыз, шабытыңның келу үшін көзіңе елестеуі керек екен қаншағыз. Ғашық болып тапқандай өз үлесін, сезім жайлы жазасың да жүресің. Бір қалаулым ашқансың ба қиялдан, махаббаттың бәрін қайдан білесің? Ақын деген атағың бар алпауыт, тіліңде бар тілші болған бал тамып, өзіңменен өзгелердің өмірін таң қалдырды жазатының дәл тауып. Қалжың аға, бұл әрине қалжыңым, деп жүрмессің інім бүгін алжыдың, шындығында аңыз болар ақынсың, арқалаған алталаштың ар жүгін. Бұйра бас боп алған елдің батасын, әлі талай жеңіс дәмін татасың, әлім сақтан келе жатқан жұрт сені, әлім сақтан шыққан ұл деп атасын. Аружан Оралбай, қайырлы түн. Жаныңды мазалайма жиі кінән, сөндіріп алдым бекен шырақты ішкі. Түнгі аспан күрсінді де иығынан, бір жұлдыз құлап түсті. Жалғаймын көзілмейтін түнімдідай, жалғанда жақын жүру қиынырақ. Жаратқан бұйыртпай тұр бұрынғыдай, жолығысып қалуды жиі бірақ. Ес деген едім кетіп елден, естелікке етеді егелік кім. Сендегі үнсіздікке етім өлген, мендегі үнсіздікті неде бұқтың? Ей менің сағымсынып сағынғаным, жұбаныш іздейді екенін алыс адам. Әр күнім, әр сәтімді, бәрін айтып бергім келеді әлі саған. Айтып бергім келеді алдағанын, айтып бергім келеді жақсыларын. Менде бір күн біреуге жар болармын, таусылады жүректен апшығарым. Жанымды мазалайды жиі күмән, сөндіріп алдым білем шырақты ішкі. Түнгі аспан күрсінді де иығынан, бір жұлдыз құлап түсті. Бір. Айдар Сайлауов, түрлі адам. Жан жағыма қарап тұрсам, жанжалдар. Жан жағыма қарап тұрсам, сан жолдар. Ағам бүгін сипап кетті арқамнан, ал арқама қарап қалсам, қанжар бар. Ұмыттық бар риясыз күлуді, ұлық тұтпа, жеңіл желпі жүруді. Інім келіп қолын созды көмекке, оның бірақ бір бармағы бүгулі. Өмір деген ергесті майдан бұл, жақсыларға от құшағын жайғандыр. Ішім жылып жүруші еді досыма, ал ішінде бір бау жантақ қайдан жүр. Естен сірә шығармашы мұны түк, мұз денемді от құшағы жылытып. Қыздың бәрін періштедей көріппін, періштенің көктекенің ұмытып. Жұрт мақтаса жұлдыз едік, от едік, парызды да, қарызды да өтедік. Басымызға шықты, дейді сосын ол, төбесіне көтеруін көтеріп. Дәл осылай айналамда түрлендел, беттен қақпай, белден буып гүлдеңдер. Бел буатын белдігімнен алайда, аяғымнан байлап кетіп жүрмеңдер. Жаратушым, ақың бар ма ақында? Жермен көкке сыйдырмайсың себебі, уағыз біткен о дүниелік хақында, бірақ менің өмір сүргім келеді. Өмір сүргім жоқ кейде, сұлулыққа махаббатқа басырып, аспан байғұс тәңір жасын төкпейме, адамдардың жылағанын жасырып. Өзің қинап, күліп жүрген кескін көп. Мен өтірік күлі беріп арландым. Жазымышынан өсіп кеткен ешкім жоқ. Сенде, менде әпендісі жалғанның. Құлап тұрып,
жылап күліп жүр бәрі. Бақ пен сордың екі арасын жол қылып, біз Құдайдың құлақ кесті құлдары. Жазғаннан жаңылу да сорлылық. Адамдардың ақтығына сендім бе? Туғанымдай көре бердім барлығын. Қоштасуға себеп іздеп келдің бе? Қош бол менің жазылмаған тағдырым. Мен ақтықты аңсап ұштым ұядан. Сен дайынсың ағыл тегіл жылауға. Сыйынбаған Құдайымнан ұялам, бұйырмаған бақытымды сұрауға. Ақжол ағама арнау. Аға, сен сыр елінің жұлдызы, мен жас толқынның шырағы. Ақын болмысың бәрінен биік тұрады. Маңдайға біткен беселі сорың, көмескілесе кеселі соның. Кеселдің табы жүректен рухты жылады. Қанжылап жатыр қаншама тағдыр жырыңда. Қамықпай жүрсең, Құдай да сәтін қылады. Жаныңа дауа шер қайғың, менде де сондай күй басым. Арланбай үшші тағдырдың салған бұйдасын ақындар ғана өлең көрнектеп жазады. Тәңірден келген сыйғасын. Ей төмен байдың оғланы, өршіктіресің өзегіңдегі өртіңді. Күні келгенде өтейсің аға Құдайға берген сертіңді. Емін сұрама Тәңірден, өлеңнен тапсаң дертіңді. Маңдайдан аққан қара тер, сол қара терде шер нала. Ғұмырың менен алысып жатқан кең дала. Сенің санаңда сияқты күдік, қыздың жүрегін ұятты қылып қайтпекшісің ендаға. Менің жүрегім кешірімде деп пәк болып жүрген сен ғана. Күйттеп қара қайғымды, тағдырдың тартсақ тізгінін. Ізетшіл шығар жүрегіңдегі ізгіғым. Ниетіңізде күдікті менше, Мұхағалиді тірілткеніңше. Жанарға толар тауқыметтермен күзгімің. Қара жердегі мұхаңды мазаламаяқ, махаббат үшін. Көрермендеріміздің сұрауы бойынша ортаға ақын әнші сазгер Үктай Ерниязов шақырамыз. Екеуміз дейтін әнді сұрап қалып еді бағана осы жерде. Жастар, соны айтып берейін. Сөз Ақжол Төменбайдікі, әні менікі, қабылыңыздар. Жарықтығы осындай матамықтың. Жұлдыз болып ағып түскен аспаннан, сенің ғана көз жасыңа қанықпын. Жұлдыз болып ағып түскен аспаннан, сенің ғана көз жасыңа қанықпын. Екеуміз, неге сонша махаббатқа бөтенбіз? Жүрегінің тыңдамайтын ақылын, жер бетінің ақымағы екенбіз. Махаббатты кінәлаймыз бекербіз. Жүрегінің тыңдамайтын ақылын, жер бетінің ақымағы екенбіз. Махаббатты кінәлаймыз бекербіз. Көк аспан, бір басыма бақта сорда таласқан. Екеуміз, неге сонша махаббатқа бөтенбіз? Жүрегінің тыңдамайтын ақылын, жер бетінің ақымағы екенбіз. Махаббатты кінәлаймыз бекербіз. Екеуміз, неге сонша махаббатқа бөтенбіз? Жүрегінің тыңдамайтын ақылын, жер бетінің ақымағы екенбіз. Махаббатты кінәлаймыз бекербіз. Махаббатты кінәлаймыз бекербіз. Әке дейді.
Қайсы? Кеткім келмейді. Әкені де айтып берем. Кеткім келмейін айтып берейін, бірінші. Сөз Ақжолдікі. Жүрегіңді де, тілегіңді де, періштелерің тыңдайды. Сүйіп қалуда, биік болуда, махаббатыма тұрмайды. Менде өзім бар, сенде сезім бар, өмірде жолы болмаған. Жақсы көрем, жүрегімдегі соңғы адам. Кеткім келмейді қасыңнан. Шар алғансың ба, жарқ еткен жарық жасынан. Бәріне керек бір ауыз сөзді айтсам ғой. Екеуміз жайлы 21-ші ғасырдан. Бақыт кім еді, уақыт біледі, қандай адамға сыңарсың. Кеше көрмені пешенемдегі менің тағдырым шығарсың. Адамым бедің, амалым бедің, жұмаққа апаратындай. Сүйе алмай тұрмын, қия алмай тұрмын, алғашқы махаббатымдай. Кеткім келмейді қасыңнан. Жар алғансың ба, жарқ еткен жарық жасынан. Бәріне керек бір ауыз сөзді айтсам ғой. Екеуміз жайлы 21-ші ғасырдан. Кеткім келмейді қасыңнан. Жар алғансың ба, жарқ еткен жарық жасынан. Бәріне керек бір ауыз сөзді айтсам ғой. Екеуміз жайлы 21-ші ғасырдан. Әке туралы әнді тәтеміз сұрап қалып еді, соны айтып берейін. Айтпесе менің жеке кешім болып кетер. Сөзі Ақжол Түменбайдікі, әні менікі. Әке. Аспан тау, асқар таумен таласа алмайды. Есейіп ер жетсем де бала санайды. Анасы бар адамдар қартаймайды ғой. Әкесі бар адамдар аласармайды. Әкесен асқар тауым еңселісің, қадір мен қасиеттің өлшемісің. Алатаудай басыңды аласартпай, адам болып келемін мен сен үшін. Жаратқан жанашырсыз жаратады ма? Қызғыштай қорған болған балапанына. Анаңа баратын жолдың барлығын, әкеңнің сызып қойған алақанына. Әкесен асқар тауым еңселісің,
өзімнің қуат күшіне ердім өмірдің сынақ. Кешімізді қорытындылау үшін ортаға кешіміздің бас кейіпкерлері Ақжол Түменбаев, Аружан Оралбай, Айдар Сайлауовтан шақырамыз. Алдартымды да болжамай толық, қашанғы бұлттай жабырқай берем, шарқ етейінше найзағай болып, шарқ етейінше найзағай болып. Айқайымдай шаңғырған әнін ойымда барда алғыр талабы. Қорытынды сөз жастардың жанашыры Республикалық ұстаз мәртебесі газеті және Әлімсақ журналының бас редакторы Нұрлан Көбегенұлына сөз береміз. Ақмалы тағдырға малым жүрушім сені айнала тұрып, алдартымды да болжамай толық, қашанғы бұлттай. Ал құрметті жастар, бүгін бір өзімізде жасарып, бүгін керемет бір кеш болды. Енді бұрын соңында осы Қорқыт атындағы осы университетте талай енді шаралар болып атады ғой. Бүгінгі шара тіптен бөлек. Бүгінгі мінекей сыр елінің жұлдыздары, таланттары, адам басталатын есімдері келе мықтылар келіп, бүгін бізге өнер көрсетті, өздерінің поэзиядағы ең мықты тұлға екендерін бізге танытты. Сосын бүгінгі кештің бір ерекшелігі, бұрын поэзия кешінде атау тұратын еді. Жоқ, поэзияның өзі тіріліп тұр. Қараш, ешқандай атау жоқ, поэзияның кеші бұл. Сондықтан бұл жалғасын таба берсін дейміз. Мына университетте жастар көп, өте талант жастар көп. Сол талант жастардың осындай шырағын жағып, өзінің шығармашылығын шыңдап, осы жүре берсін. Бексұлтан да сол талант жастардың бірі. Сондықтан да біз әр кезде де мен өзім жастарды көрсем, талант жастарды көрсем, олардың кішкентай болса бір ұшқынын көрсем бір шығармашылықта, мен оны ары қарай дамытуға, оған бір қолдау көрсе өте бір құштармын. Сондықтан да мына Айдар жанында жүр ғой. Ақжол Екібастан бір-бірімізге бауырмыз. Мінекей кеше осы біздің Әлімсақ журналына осы үш жігіттің де өлеңдері шықты, негізінде өзін жеке-жеке таныстырдық. Сондықтан алдағы уақытта да біз шығармашылық байланыстамыз. Бүгінгі кеш өте мазмұнды, құнды өтті. Талантта, талғамда бүгінгі мінекей барлық нәрсе үйлесімді болды. Сондықтан бүгінгі кеш жастар құтты болсын. Араларыңыздағы таланттылар алдағы уақытта дәл осы сахнада өз өнерін көрсетуіне мүмкіндік бар деп есептеймін. Жалғасын таба берсін. Бұл шығармашылық кеш әр кезде де осы үлкенге де кішіге де өзінің жаңағы мәнін, мағынасын бере берсін. Біз әр кезде де қолдап, осы үлкен буын әр кезде де қолдап жүре береміз. Құтты болсын жігіттер, қыздар. Сіздердің таланттарында мінекей бүгін өлеңдерінде де, жырларында да тыңдады, өлеңдерінде де оқылды. Тіпті сіздерге де арналған осы жерде жастардың өздерін көрдіңіздер. Әзілі бар, әзілшін араласы бар, өзінің жүрегінен шыққан дүниелер бәрі оқылды. Сондықтан мен сендердің алдағы уақыттарының шығармашылық шабыт тілеймін. Әр кезде де осы сыр елін, сыр өнерін биікке көтере беріңдер, шығармашылықтарын биіктей берсін. Рахмет. Оның да ертең күні тумай ма, ессіз сүйген есер шағымды ұмыттайсың бе, ұмыту қайда. Рахмет, жалпы толқып тұрмын. Көп рахмет. Қорқыт ата университетінің тәрбие бөлімінің басшысы арнайы Жанар апайымызға арнайы алғыс. Бүгінгі өлеңдерімізді оқып, әнімізді айтып, атсалысып жатқан жастарға рахмет. Карьера деп жүргенде карьерге зар боласың. Осы кісі карьерге зар жүрген. Сөзін жазған деген сөзін жазған. Барша тілеулес жандарға, жанашыр жандарға, поэзия сүйер қауымға алғысымызды білдіреміз. Оқырман барда, қолдаушы жандар барда,
қазақ өлеңі, қазақ өнері өлмейді. Аман болыңыздар, тек қана абыройдың асқанында жүре беріңіздер. Рахмет. Құрметті достар, құрметті ағалар, құрметті бауырлар, міне бүгінгі қазақта өнердің өлмейтініне, қазақта әннің өлмейтініне тағы бір куә болдық. Шынымен де осы шараның өтуіне үлкен команда жұмыс жасады. Ол кәдімгі тамшыдан басталды. Ең алдын ала бізде осы қаланың ішінде жастар ресурстық орталығында тағы сол сияқты бір аядай кабинеттерде поэзия кештері өтіп бастады. Ол аудандық деңгейге көтерілді, ауданға қонаққа бардық. Солай келіп кәдімгі бір қауым ел болдық. Міне енді үлкен сахнада Қорқыт Ата университетінің студенттер сарайының сахнасында осындай ғажайып поэзия кеші өтіп жатыр, құрметті ағайын. Құдай қаласа бұл республикалық көлемде де өтеді, оны жоспарлап жатырмыз. Осы шараның басы-қасында жүрген Жанар ханымға, Бақытжан ағамызға, Талғат ағамызға баршасына үлкен алғыс, басым дейіп рахмет айтам. Мен ең бірінші сіздерге рахмет патша, көңілдеріңізге, алдияр оқырман, ешқашан сарқылмаңыздар, бақытты болыңыздар, өлең кешінде, поэзия кешінде, өнер әлемінде қауышай берейік. Жақсы күндерде жолығайық. Рахмет. Сосын бір ескеретіні, зал лық толып отырмаса да сіздердің өнер сүйетін ағаймен біздің көңіліміз тоқ болып отыр. Ең бастысы сіздер аман болыңыздар. Жан тәніңменен сүй алмайсың. Ақындарымызға шығармашылық табыстар тілеп отыр. Бүгінгі кешімізді аяқтаймыз. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Жақсы көр